Бұлай үшбұрыштың төбелерін қосамыз. Түсінікті ғой. Сонда қараңыздар, бізде бұл тең қабырғалы үшбұрыш болғандықтан мынаның барлығы аға тең. Мынау да аға тең, мынау да аға тең, мынау да аға тең. Дұрыс па? Дұрыс қой. Так, бит жазып қойын, АБ тең, БЦ тең, АЦ. Бұлардың барлығы аға тең. Өйткені бұл тең қабырғалы үшбұрыш. Енді үшбұрыш А, М, Б-ның ауданын тапсақ, яғни осы А арқылы өрнектесек. Ол мынаған тең емес па? 2-ден 1 А көбейтілген H, дұрыс па? Сонда 2-ден 1 А көбейтілген H дегеніміз қанша? Міне есептің шартында тұр уже. А, М, Б, ол 1-ге тең. Сонда просто 2-ден 1 А болады. Тура сол сияқты S, Б, М, С ше. Ол да 2-ден 1 көбейтілген А көбейтілген 3 болады да. Ол бізде 3А бөлінген 2 болады. Тура сол сияқты S, А, М, С ше. 2-ден 1 көбейтілген А көбейтілген 2. Сонда бұл бізде 2А бөлінген 2 болады. Түсінікті ғой? 2А бөлінген 2 болады. Бірге тең дейді. Болды, ендеше үшбұрыш АБЦ неге тең? АБЦ үшбұрыштың ауданы бізде SAMB плюс SBMC плюс SAMC-ға тең. Дұрыс па? Осы үш үшбұрыштың ауданын қоссақ, үлкен үшбұрыштың ауданы шығады. Сол кезде 2-ден 1А плюс 2-ден 3А плюс 2-ден 2А. Бұл болады неге тең? 6А бөлінген 2 3Аға тең болады, А периметр ше? Периметр АБЦ. Ол да 3Аға тең. Не үшін? Өйткені оның 3 қабырғасы бар, үшеуі де Аға тең. Сонда бір-біріне қатынас неге тең болады? SABC бөлінген PABC тең болады 3А бөлінген 3А 1. Әріптестеріміз өте дұрыс жазыпты. 3А бөлінген 3А қатынасы бізде бірге тең болады. Есеп түсінікті болса 3 плюс деп жазайық.